Қазақ радиосының әуе толқынында Мәдина Махамбетқызының Қазақстан сарбазы хабары. Дәл қазіргі сәтте біз Семей қаласының әскери бөліміндеміз. Жексенбінің таңғы сағат 10-да 100 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы көпшілікке Қазақстан сарбазы атты хабарын жолдайды. Олай болса, біз де бүгінгі хабарды тыңдап көрейік. Саулықтарыңызды тілеймін, ардақты тыңдаушы. Бүгіннен бастап Қазақстан сарбазы хабары әр жексенбі дәл осы уақытта өздеріңізбен тілдеседі. 20 минуттық хабардың ауқымы 1 сағатқа созылды. Оның өзіндік себебі бар. Бұдан былай Қазақ радиосы мен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің бірлескен жобасы Сарбаз сәлемі айдары Қазақстан сарбазы хабарының аясында тыңдаушы назарына жол тартады. Шерметті пақлағанды соған қызылын құттықтарымыз келіп отыр. Дәл қазір олар өзінде өз қызметтерін өтеп әскери борышын өтеген және сонымен қатар әскери... Осы хабарды пайдалана отырып, отан алдындағы адал борышын өтеп жүрген қазақ сарбаздары өздерінің туған туысқандарына, достарына жалынды сәлемдерін жолдай алады. Қымбат достар, сіздерде қапы қалмай Қазақ радиосындағы сарбаздан сәлем хабарын тыңдауды ұмытпаңыздар. Мен қатардағы Сапаров Санат Әлбекович, Павлодар қаласынан Семей қаласында қызмет етемін. Сәлем сарбаз ақты бағдарламасы арқылы мен өз ата-анама, туыстарыма, достарыма жалынды сәлем жолдағым келеді. Мен қатарда жауынгер Асылбек Ринат, Атырау қаласынан Семей қаласындағы 36-803 әскери бөліміне қызмет етемін. Арнайы сарбаз сәлемі айдары арқылы барлық жақындарыма сәлем айтамын. Мен Қазақстан Республикасы әскери теңіз күштерінің Ақтау қаласындағы әскери бөлімінің матросы Табыс Мерей. Бүгінгі өткен Қазақ радиосынан әуе толқынында Қазақстан сарбазы атты хабарландырудың тұсаукесерін қаруластар достарымен тыңдадық. Бағдарлама барысында өзімізге керекті ақпараттар мен ауқымды мәліметтер алдық. Демалыс күніміздің 1 сағат уақыты осы бағдарлама арқылы қызықты өтуіне мен сенімдімін. Қазақ радиосының ұжымына әскери теңіз күштерінің матростар атынан алғысымызды білдіреміз. Қазақ әскеріне қажет радио бағдарлама, себебі әрбір сарбаз жолданған ыстық сәлемдемелер мен көңілді әуендерді сүйсіне тыңдайды. Сонымен қатар үйдегі ата-анамыз бен жақындарымызда өзіміздің де сәлем жолдау мүмкіндігіміз бар. Және еліміздің қарулы күштеріндегі соңғы жаңалықтардан хабардар болып отырамыз. Бүгін барлық сарбаздар ата-аналарынан, туған туыстарынан, бауырларынан жылы лебіздер, құттықтаулар естіді, барлығы қуанышты. Мен де маған да бүгін ата-анам хабарласып радиодан мен де құттықтап жатыр. Ата-анама рахмет, көп алғыс. Әр жексенбі сайын осы бағдарламаны естуге, тыңдап тұруға тырысамыз. Осы Қазақ радиосына барлық рахметімізді жеткіземіз.